Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге білімді бол дәрігер жобасы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз фармакология, антибиотик резистенттілік. Бұл видеоның сіздерге керек ақпараты мағынасы неде? Егер де сіздер мына антибиотик бойынша ақпаратты білсеңіздер, сіздер не үшін антибиотик науқасқа көмектеспей жатыр деген сұрақтың жауабын осы видеодан табасыздар. Ендеше қарайық. Антибиотик резистенттілік дегеніміз не? Яғни біз пациентке бактериалды бір инфекция кезінде антибиотик тағайындаймыз, бірақ ешқандай эффект көрмейміз. Бактерия өлмейді. Өлмеуінің себебі неде? Оның 5 негізгі себебі болуы мүмкін. Әлбетте, әрбір бактерия және де әрбір антибиотикке неше түрлі антибиотик резистенттілік пайда болуы мүмкін. Ендеше сол 5 механизмді талдайық. Яғни қалай бактерия 5 түрлі жолмен антибиотиктен қорғана алады деген бөліктерді айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші нұсқа, немесе орысшада айтатын болсақ варианты, бұл фермент. Кейбір бактериялар сыртқа фермент бөледі. Бета-лактамаза деген секілді. Сол үшін кейбір бета-лактамды антибиотиктер емдеу барысында бактерия өлмейді. Өйткені бактерия сол бета-лактамды антибиотиктің бета-лактамды сақинасының бөлігіне кері әсер тигізеді, ешқандай былайша айтқанда препарат көмектеседі. Мысалға, антибиотик енгіздік ағзаға бета-лактамды, бірақ бактерия соған қарсы фермент бөледі. Сол фермент барады, бактерияның ферменті антибиотиктің көзін құртады. Сол себептен де бізде ешқандай оң әсер болмайды. Екіншісі нұсқасы, тағы қалай қорғана алады бактерия? Бұл әлбетте мынандай бір қабатпен, яғни қосымша мембрана тұрғызады. Ол мембрана антибиотиктің кіруіне бұғаттау жасайды. Яғни ол кіре алмайды антибиотик бактерияның ішіне. Өйткені бактерия өзінің қабатын 2 есе өсіре бастайды. Үшінші нұсқа. Антибиотик бактерияның ішіне кіреді, бірақ әсер ететін нысанына былайша айтқанда таба алмай қалады. Мысалға, мына А деген жерді салып қояйық. Мысалға, антибиотик А деген жерге әсер ету керек бактерияның, бірақ бактерия Аны Б деп қояды. Сол кезде антибиотик А деген нысанды таппай қалады да, ары қарай шығып кетеді, бактерияны өлтіре алмай. Бұны біз нысанның модификациясы деп атаймыз. Яғни нысан өзгеріп кетеді, антибиотик таба алмай қалады бактерияның қай жеріне әсер ету керек екен. Төртіншісі эфлюкс. Антибиотик бактерияның ішіне кірген кезде бактерия антибиотикті шайнайды да қайтып түкіріп жібереді. Бұны эфлюкс деп атайды. Және бесіншісі бұл метаболитикалық шум. Оны қалай түсіндіруге болады? Мәселен, антибиотик бактерияны өлтіреді, бірақ бактерия өлмейді. Неге? Өйткені оған қосымша қоректендіріп жатқан, қорек бар бір варианттары болады. Мысалға, антибиотик мына А деген бөлігін жеп жатса, ол Б деген бөлігімен өмір сүре береді, сонымен қоректеніп. То есть, былайша айтқанда, екінші вариантын қарастырып отырады. Сол себептен де бактерия өлмейді. Мысалы, антибиотиктан өлтіріп жатыр, бірақ мына жері аман қалады. Өйткені мына жері басқа жерден қорек тауып өмір сүре береді. Соны біз метаболитикалық шунт деп атаймыз. Яғни бір жерде метаболизм бұзып бактерияны өлтірсек, бірақ ол екінші вариантымен басқа жерден қорек тауып өмір сүре береді. Бұны біз метаболитикалық шунт дейміз. Метаболитикалық шунтты бактериялар өзі негізінен сирек қолданылады. Жиі қолданылатын қорғаныш түрлері бұл фермент модификация нысаны және қабат. Эфлюксті де особо көп қолданбайды. Қандай антибиотикке қандай
бактерия қандай түрлі антибиотик резистенттілік механизм көрсетеді дегенді біздің білімді бол телеграм каналымыздан материалды көре аласыздар. Ендеше біз ары қарай жылжайық.